Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ірімшік салмасы бар өте дәмді блинчиктердің рецептісін ұсынамын. Ең алдымен тереңде ыдысымызға жұмыртқаларымызды саламыз, үстіне қант және де тұз саламыз. Барлық ингредиенттер және олардың мөлшерлері төменде описанияда жазылған. Жақсылап енді осы массамызды араластырамыз. Бұны венчикпен араластырсаңыз да болады. Жарты сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы жылы болу керек, бөлме температурасында. Сұйық массамызға електен өткізіп, барлық ұнымызды саламыз. Бір келкі масса шыққанға дейін араластырамыз. Осылай жиектерінен қалған ұндарды жинап отыруды да, араластырып отыруды да ұмытпаңыздар. Қалған сүтімізді құямыз, араластырамыз. Сұйық май құямыз. Менде бұл күнбағыс майы болды. 20 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің барлық ингредиенттеріміз бірігіп, жақсы құймақтар бізде шығады. Ал енді салмасын дайындауға кірісеміз. Менде бұл ірімшік дүкеннің ірімшігі болды. Сіздер үйдің ірімшігінде қолдансаңыздар болады. Қаймақ саламыз және де қант саламыз. Қантты өзіңіздің талғамыңызға қарай көбейтіп азайта берсеңіздер болады. Жақсылап бір келкі масса шыққанға дейін барлық ингредиенттеріміз біріккенге дейін араластырамыз. Мінекей біздің құймақтарымыздың қамыры дайын. Осылай сұйықтау масса шығуы қажет. Табамызды кішкене майлаймыз. Бұл күнбағыс майы. Осылай салфеткаға кішкене құйып, майлап шықсаңыздар, блинчиктеріңіз мүлдем жабыспайтын болады. Құймақтарымызды құйып бастаймыз. Ең басты маңызды сәттердің бірі біз қызып тұрған табада жұмыс жасаймыз. Шеттер осылай қызара бастағанда ағаш таяқшамен шеттерін босатамыз. Сонда біздің блинчиктеріміз оңай әрі тез алынатын болады. Барлық блинчиктерді осылай пісіріп шығамыз. Мінекей біздің блинчиктеріміз дайын. Ал енді салмасын саламыз. Видеода көрсетілгендей салмасын салып ораймыз. Осылайша барлық блинчиктерді салмамен толтырып шығамыз.
мінекей біздің блинчиктеріміз дайын. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.